Қалыпты гемостаз. Біріншіден, гемостаз деген қандай мағынаны білдіреді? Гемостаз деген ол гема қан, стаз деген яғни қанның тоқтату, яғни қан кетудің алдын алу мақсатында қанның қоюлануы. Жалпы бізде гемостаз 4 фазадан тұрады. Біріншісі ол тамырлы тромбоцитарлы гемостаз, екінші коагуляциялық гемостаз, үшінші фибринолиздік жүйе, ал төртінші ол антикоагулянтты жүйе деп. Соның ішінде біз бірінші тамырлы тромбоцитарлы гемостазды қарастыратын боламыз. Тамырлы тромбоцитарлы гемостаз. Жалпы бізде тамыр қабырғасында эндотелиальный клетки болады, және оның астында дәнекер тіні, яғни коллагеннен тұрады, және тегіс салалы бұлшектерден тұрады. Егер бізде эндотелий зақымдалған кезде, яғни тамыр зақымдалған кезде, бізде міндетті түрде дәнекер тіндер фактор виллибранта бөледі. Фактор виллибранта бізде арнайы рецептор арқылы ол тромботиттермен байланысады, және тромботиттер ол жерде аденозин дифосфат, тромбоксан А2 және серотонин бөле бастайды. Яғни ол АДФ және де тромбоксан А2-ның арқасында тромботиттер басқа тромботиттерді шақырып, ол жерде тромб түзеді. Но бұл тромб это толық функцияланбаған, яғни неполноценный тромб. Сол үшін бізге екінші фазасы сатысы керек болады. Ал серотонин арқылы бізде тамыр вазоконстрикция болады, яғни тамырлар тарылады. Яғни бізде тамырлық тромботиттарлық гемостаз арқылы бізде бірінші вазоконстрикция, және тромботиттердің адгезиясы, агрегациясы және активациясы жүреді, неполноценный тромб түзіледі. Дальше бізде екінші фазаға жалғасады. Ол коагуляционный гемостаз. Коагуляционный гемостазда бізде это главный қан эуфакторлары қатысады. Яғни оның соңғы өнімі это у нас фибрин. Яғни бізде фибрин неге керек? Это фибриновые сетки, например, тамыр зақымдалды, мына жерде тромб түзілді, сыртына бізде фибриндік сеткалар келіп жабысады. Потому что фибриннің сеткалары тромбтарды укрепляет и оларға беріктілік береді. Сол үшін бізге обязательно фибрин керек. Бізде коагуляционный гемостаз 3 жолдан тұрады. Это внутренний путь, внешний путь и общий путь. Общий путь бізде 10 фактордан басталады. Бірінші внутренний путьтан бастасақ, ішкі жол, яғни бізде бауыр және бүйректен бөлінген колликриннің нәтижесінде бізде 12 фактордан басталады. 12 факторда бізде қан факторлар жалпы олар бауырда түзіледі. Бірақ олар қанда активацияланбаған күйде жүреді. Оларды активациялау үшін міндетті түрде бізге кальций керек обязательно и арнайы факторлар керек. 12 фактордан басталады. Олар пока что не активированный. Оларды активированный формаға колликрин айналдырады. Дальше 12А-ның нәтижесінде бізде 11А-ға, 11А-ның нәтижесінде бізде 9А-ға, 9А-ның нәтижесінде бізде 8А-ға айналады. И 8А-дан кейін бізде 10 фактор түзіледі. Это 8 тоқтайды. А бізде ішкі жол, то есть сыртқы жол, бізде тамыр зақымдалған кезде тіндік фактор деген бар, тканевой фактор, сол бөлінеді. Тканевой фактор бізде қанның июның 3 факторы. 3 фактор арқылы бізде 7А-ға айналады. 7А, дальше бізде 13 факторға белсенділігіне қатысады. Яғни бізде 13 фактордан бізде жалпы жол басталады. 13 фактор бізде 5 фактордың нәтижесінде бізде 10А-ға айналады. 10А-ның нәтижесінде бізде екінші қандай фактор 2А-ға, яғни протон мен тромбинге, 2А-ның нәтижесінде бірінші фактор 1А-ға, яғни фибринге түзіледі. Яғни соңғы өнім у нас фибрин, яғни фибриндік сеткалар барып тамырға тромботиттердің үстіне барып жабысады. Сондықтан ғана бізде полноценный тромб байқын түзіледі. Яғни бай жаттап алсақ болады, міне 12, 11, 9, 8, поступингге кетіп жатыр. 3, 7 2 қосылса 10 береді. 1, 2, 5. 1, 2, то есть 2 еселенгені, то есть 1, 2, 1 еселенгені, и 2-ге 5 көбейткенде 10 шығады. Осы өзімізге ыңғайлы жаттап алуға болады. Потом бізде дальше қан факторларының атаулары. Дальше бізде негізі бізде науқас келген кезде, қандай да бір кровотечениемен келген кезде біз всегда, чтобы қай гемостаздың функциясы бұзылды, соны анықтауымыз керек. Егер бізде
егер бізде вот первое звено гемостазы, яғни тамырлық травматизациялық гемостазын бұзылды деп біз қай кезде айтамыз? Егер бізде қан уақыттар екі түр бар, это Дюк бойынша және Ли Уайт бойынша. Дюк бойынша это бізде в норме 5-тен 4-тен аспау керек. Вот осы кезде егер Дюк бойынша қан уақыты ұзарса, яғни өзгерістер болса, томатистер төмендесе, проба манжета бар, рестракция сукуска төмендесе, және де тесная агрегация тромботит тапсырылады науқастарға, ол норме 10-60 секунд болады, және тесная адгезия тромботит. Вот осы нәтижелерін, егер осы бізде результаттар өзгерсе ғана, біз яғни гемостазын первое звеносы тамырлық травматизациялық гемостаз бұзылған деп айта аламыз. Екінші бізде коагуляционный гемостаз. Коагуляционный гемостазын бұзылуын дәлелдеу үшін бізге Ли Уайт бойынша қан уақыты керек. В норме это 5-10 минут. От штаба, протроминовое время, фюриноген және қан факторларына қарап қана біз коагуляционный гемостазын бұзылғанын дәлелдей аламыз. Үшінші бізде ол фюринолиздік жүйе деген бар. Фюринолиздік жүйе деген бізге не керек? Вот. Бізде фюринный сетка түзілді, дұрыс па? Яғни ол, чтобы организмде еще больше тромб түзілмеу үшін, всегда в балансе бізде оған жауап ретінде плазминоген түзіледі. То есть плазминге вот айналады, и плазмин барда фюринді неғат ертеді. Потому что дальше арғарай уже избыточный тромб образование болып кетпеу үшін. А вот бізде плазминоген это бауырда бөлінеді. Сөйтіп, олар барда фюрин ертеді, фюриннен бізде продукты дегидратация фюрина деген бар. Вот осылар бөлінеді, это бізде д-димер. Д-димер это в норме 0,5 микрограмм литріне аз болу керек. Д-димердің сол үшін бізге маңызы зор. Это төртінші, потом бізде антикоагулянтная система. Антикоагулянтная система бізде оның өзі екі түр бар, это біріншілікті, екіншілікті. Біріншілікті түріне бізде антитромбин 3, вот, потом гепарин, протеин С, протеин С, және де антитромбин 1, және продукты дегидратация фюрина ашылады. Бардың қызметі қандай? Жалпы қанда всегда чтобы ол сұйық болып тұру үшін, яғни бір-біріне олар қан үйіп кетпеу үшін, оларды, то есть функциясын атқаратын әртүрлі орган нелер бар. Жасаушы, былай айтқанда клеткалар бар, короче. Бірінші тамырда бізде всегда эндотелиан клеткадан это натрий оксид азота және простациклиндер бөлінеді. Олардың қызметі, чтобы тромбоциттерді инактивациялап отырады. Яғни тромбоциттердің белсенділігін жойып отырады, чтобы олар бір-бірімен прикрепиться етіп кетпеу үшін. Екінші бізде гепарин сульфат. Гепарин сульфат антитромбин 3-пен байланысып, олар 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-шы факторларда инактивациялап отырады. Үшінші это бізде мембраналардан бөлінетін, это тромбомодулин. Тромбомодулин бізде тромбин 3-пен байланысып, протеин С-ті активациялайды. Протеин С сәйкесінше бізде 5-ші және 8-ші факторды инактивациялап отырады. Барлығы бізде, чтобы антикоагулянтный жүйеге жатады, чтобы қанды бір-бірін үйіп кетпеу үшін қадағалап отырады. Это барлығы балансе жұмыс істейді в норме. Вот, бізде тромбофилия бар, яғни повышенная склонность к тромбозам, ол кезде бізде именно лейденская мутация, яғни 5-ші фактор мутация болады. Потом біз науқасқа, допустим, антикоагулянтная система, это гепарин береміз, гепарин екі түр бар, это нефроксин, то есть фракцияланбаған гепарин, және де низкомолекулярный гепарин. Олардың қызметі, егер фракцияленбеген гепарин берсек, олар осы жерге барады, антитромбинмен байланысып, қан факторын тежейді. Чем эноксафарин фондопарин-люкс, это самый гепариннің функциясы, одан қарағанда мощный. Айтқанда гепарин осы жермен байланысады.